Қыздар, дәл осындай кофтаны тігіп көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Осы жерде видеоның қалай тігілуі, лекаласы қалай құрастырылуы барлығы толық түсіндірілген. Қыздар, бізге керекті заттар. Ең алдымен лекаламызды дайындап аламыз. Ол үшін мен 44 размерді өзіме лайықтап шығарып алдым, және юбкасын шығарып алдым. Юбкаға резина алдым. Сосын мына жерде мен лем матасынан, мынандай лем матасынан 3 метр алдым, және түстесіп мынандай жіңішке резина кофтаның қолына, және мына резинамыз біздің юбканың беліне. Сосын кофтаның артына замок қоямын деп шештім. Соған осындай қыбы замок алдым. Лекаланы құрастырамыз. Лекаланы дәл осы 1-2 сан бойынша құрастырып шықсақ болады. Міне бізде мына бірінші бетінде 5-5 деген форма бар. Осы форма бізде ровно 5-5 сантиметр шығу керек. Егер ол 4-8, 4-7 болып қалса, біздің лекаламыз дұрыс шықпайды. Сол үшін осыған мән беріңіздер. Ең алдымен мынаусын алып, мына жерде қайшының суреті бар ғой, содан мына жерін қырқып тастаймыз да. Сосын мына екі қара үшбұрыштыны бір-біріне жалғаймыз. Сонда біздің лекаламыз әдемі шығады. Дәл осылай барлығын мына сурет бойынша құрастырып шығамыз. Міне біздің лекаламыз дайын болды. Мына жерде біздің артқы бой, анау алдыңғы бой, мынау аптачкалар алдыңғы бой, артқы бой. Мына жерде біздің жеңіміз, мына бізге сборкаға. Мынадан біз екеу кесіп аламыз. Енді осыны қырқып шығайық. Қыздар, міне артқы бойды дәл осылай айналдыра қырқып шығамыз. Бір-бірінің үстіне қойып матаны мына жерінде, мына алдыңғы бойды мына жерін қырқпаймыз. Скиптеп жасалған жері тұтас кесіледі. Тұтас етіп былай қырқып аламыз. Айналдыра қырқып шығамыз. Қыздар, міне бізде мынау алдыңғы бой, мынау алдыңғы бойдың аптачкасы мына жерге мойнына тігіледі. Және мынау артқы бой. Артқы бойдікі де мойнына тігіледі. Артқы бойға мен замок қоямын. Және міне біздің жеңіміз, жеңге 1 сантиметр қостым, сіздер қоспайсыздар. Мен оны лекалада қосып қоямын. Және мынаны ұзына етіп қырқып алдым. Етегінен екеу қырқып алдым. Мына жерде количество деталей деген жерге екеу қойып қойған. Міне екеу ұзына бойы екеу қырқып алдым. Мына жері сгиппен көктеліп тұр дәл қазір. Дәл осылай қырқып дайындап аласыздар кофтасын. Енді тігуге кірісеміз. Міне біз выточкамызды қырқып алдық. Сол жерден енді ручка арқылы сызып, мына менде ручка өшіп кететін ручка. Егер бар болса, осындаймен сызсаңыздар болады. Оны белгілеп алдым. Енді екінші бетіне де дәл солай выточканы түсіремін. Мына жерде белгіленіп тұр. Енді осыны былай алып, ұзына бойы тігіс түсіремін. Екі жанында выточкасын дәл солай тігіп аламыз. Мына выточкамыз тігіп алғаннан кейін дәл осылай мынаны төменге қаратып отырып үтік басып аламыз. Оң қаратайық. Оң қаратқан кезде бізде осылай шықты. Енді алдыңғы бой мен артқы бойды бір-бірінің үстіне беттестіріп, иықтарын тігіп шығамыз. Ол үшін алдыңғы бойды да, артқы бойды да бірінші мен оверлоктап аламын. Бас жақтарын, одан кейін барып, ұзын тігіспен екеуін бір-біріне беттестіріп тігіп шығамын. Міне иықтарын қосып алғаннан кейін, енді осының арасын ашып отырып үтіктеп аламын. Мына екі иығында үтіктеп аламыз. Мына мойын ойнысындағы аптачканы әдемі формада ұстап тұру үшін астынан осындай физелин қолдансақ болады. Немесе сіздерде дублерин болса, дублеринді де дәл осылай өзінің формасына келтіріп қырқып алып, үтікпен басып, үтіктеп шықсаңыздар болады. Мен бір жақ бетін істеп қойдым, дәл осылай шығады. Бұл біздің кофтамыздың мойны әдемі болып шығу үшін қажет.
Енді мына жерге физилин жабыстырып алғаннан кейін енді иықтарын қосып тігіп шығамыз. Міне дәл осылай мына жерінен ұзына бойы бір тігіс түсіріп, сосын оверлоктап аламыз. Мына жағында дәл солай бір-бірін үстіне қойып, бірінші тігіс түсіріп, сосын оверлоктап аламыз. Міне енді мына жерлерін бір-бірінің үстіне қойып, иықтарын бір-біріне теңестіріп, мына жақтарын бір-біріне теңестіріп, булавкамен қадап шығамыз. Алдымен мына аптачкамызды екеуін былай бір-біріне оң беттерін қойып, осылай айналдыра булавкамен қыстырып шығамыз. Одан кейін мына жерін 1 сантиметрден айналдыра тігіп шығамыз. Міне 1 сантиметрден тігіп алдық. Енді мындай қайшымен ара-арасынан тігіске жеткізбей қиып шығамыз. Әсіресе мына ойықтап. Осылай қиып аламыз. Одан кейін енді мына мойнымызды айналдырып тігіп алдық. Осылай қиып алдық. Кейін мынаны оң қара былай ішке астарға қаратуымыз керек. Ішке қарай. Сол үшін біз мына жерінен 2 миллиден айналдыра тігіп шығамыз мойнын. Міне бізде үтіктедік. Айналдыра тігіп алдық. Енді осының шетін айналдыра оверлок салып шығамыз. Міне біз мойнын толық бітіріп алдық. Енді кофтамыздың екі жанын қосамыз. Міне мойнын бітіріп алғаннан кейін енді екі жанын қосуға кірісеміз. Міне оң жақ беті мен оң жақ бетін бір-бірінің үстіне қойып, мына екі жанын түзу етіп тігіп аламыз. Сосын оверлоктап шығамыз. Мына жағында дәл солай түзу тігіс түсіріп тігіп аламыз, сосын оверлоктап шығамыз. Жанын тігіп алдым. Міне екі жанын тігіп алдым. Енді үтікпен басып мына жерінен мына тігісті артқа қарай жатқызып үтіктеймін. Біздің кофтамыздың үстіңгі бөлігі дайын болып қалды. Міне жандарын тігіп алдық, мойындарын, выточкасын тігіп алдық. Енді біз жеңін қондыратын боламыз. Мына жағынан жоғары жағын сборкаға жинаймыз. Жеңімізді жоғары жағын сборкаға жинап алдым. Енді осыны мына жағын тігіп аламын. Бірінші мына жағын ұзына бойы тігіп шығамыз, сосын оверлоктап аламыз. Кейін жеңімізді қолдық ойынысына қондырамыз. Міне жеңімізді дәл осылай тігіп алдық, оверлоктап, үтіктеп, енді мынаған қондырамыз. Міне біз кофтамызды дайындап алдық. Мына жағын қондырып көрдім, екінші жеңін бірге қондырамыз. Міне жоғары жағын сборка жасап алдым. Енді осыны дәл ортасынан белгілеп, мына үш жағынан ең алдымен жаңағы қолтығын былай бір-біріне біріктіреміз. Қолтық тігістерін сосын жаңа белгілеп алған жерімен дәл ортасынан белгілеп аламыз. Енді осыны айналдырып инемен булавкамен қыстырып шығамын. Айналдырып қыстырып шығамын қолтық ойындысын. Міне біз қолтық ойындымызды айналдыра инемен қыстырып алдым. Енді осыны айналдырып тігіп шығамын. Сосын айналдырып оверлок салып шығамын қолтық ойындысына. Міне біздің кофтамыздың жеңін орнатып алдық. Енді кофтамыздың ішіндегі мына жерін әлі оверлоктаған жоқпын. Осыны айналдырып оверлоктап шығамын. Бір рет примерка жасап алсаңыздар болады. Қолтығы қалай тұр деген сияқты, иығы қалай тұр деген сияқты примерка жасап аласыздар, өздеріңізге тігіп алсаңыздар. Сосын мына жеңнің аузында
жеңнің аузында айналдырып оверлоктап шығамын. Міне мына жерін айналдырып оверлоктап шығамын. Мынаның іш жағын оверлоктаймын, мынаның айналдырып сырт жағын оверлоктап аламын. Жең аузын. Мына жерден қолымызды алып кіргізіп осы жерін өлшеп аламын. Резинаны қатты қысып тақпаймыз примерно. Осылай өлшеп аламыз. Міне біз резинамызды, дайындап алған резинамызды тура осы жерден мынадан бүктеймін. Міне. Енді осы жерін резинаны тігіп кетпей, мына жерінен бастап тігіс түсіріп бастаймыз. Асықпай отырып тігеміз. Артық жіптерін қырқып отырамыз. Сонда тігісіміз әдемі болып шығады. Міне біздің жеңіміздің резинасы осылай шықты. Ішінен осылай көрінбей тұрады. Мынау бізде, главное, қолымызды қатты қыспау керек. Қолымызды қысатын болса, бізге неудобно болады киген кезде. Енді кофтамыздың жеңі дайын болғаннан кейін артқы бөлігіне замок тігуге кірісейік. Ол үшін ең алдымен мына жердің ұзына бойы оверлоктап аламын, астына 10 сантиметр тігіп аламын астын. Қалған жоғарғы бөлігіне замок тігемін. Міне біз арттың бойын мына жеріне 10 сантиметр тігіп алдым. Енді мына замогымды, потайной замогымды қондыруым керек. Жағы оң жағы болады. Осыны енді қондырып шығамын. Ол үшін бізге мынандай өзінің арнайы лапкасы керек болады. Егер сіздерде простой машина болатын болса, Жаноми сияқты оларда да замок қадайтын лапкасы болады. Сол бойынша мынандай потайной замок қойып алсаңыздар болады. Замокты қойып алу үшін бірінші мына жерден лапканы ауыстырып аламыз. Міне мына лапкаға ауыстырып аламын. Бұмен де потайной замок тігуге болады. Осылай. Мына бір жағын қоямыз, екінші жағын өткенде мынаусын қойып тігіп аламыз. Осыны пайдалансаңыздар да болады. Замогымызды дәл осылай қойып, оң жағы мен оң жағын бір-біріне беттестіріп, енемен бірінші қыстырып аламыз. Мына енемен қыстырып алдық. Енді осы жерін тігіп шығамыз. Мына жағын ашып отырып,
бетін замогын тігіп алдым. Осылай шықты. Енді екінші жақ бетін замогымды дәл солай ұзына бойы тігіп шығамын. Мына жерін ашып отырып тігеміз. Енді мына жағымыздағы шығып тұр. Мен мына жағын уже тігіп көрдім. Енді сіздерге көрсетейін. Мына жағы бізде шығып тұр. Осыны мына жерінен қырғамын кішкене. Сосын осыны былайынан жүргізіп тігіп шығамын. Сонда мына жақ сияқты әдемі болып шығады. Міне біздің замогымыз дайын. Ішінен осылай көрінеді. Жағынан көрсетіп жіберейін. Менде ұзын болған екен, жағын қысқартып тастадым. Енді осыған етегімізді қосамыз. Міне біздің етегімізді алып, мына жағынан бір тігіс түсіремін. Сосын мына жағынан, екі жағынан бір тігіс түсіріп, сосын оберлоктап аламын етек жағын. Міне біз мына жерін тігіп алдық. Етектің, кофтаның етегінің мына жеріне оберлок салып тігіп алдым, и мына жағын тігіп алдым. Енді мынаны бір айналдыра сборкаға жинаймын, жоғарғы жағын. Мына жаққа екеуі үстіңгі боймен, мынау етек екеуі қосылатын жерді сборкаға жинаймын. Соған ұзына бойы тігіп шығамын, сосын тартып отырып сборкаға жинап шығамын. Міне 1 сантиметрден тігіп алдым. Енді мына жерінен тартып, ас жағынан немесе үш жағынан тартып отырып, осылай сборкаға жинап шығамыз. Алдында, артында. Міне сборкамыз жинап алдық. Енді ең ортасынан тауып алайын. Жаңа осы жерінен белгілеп кеткен едім мен, тарқап. Соны кішкене тақырып жейін. Осы ортасы, артаның ортасы. Ортасырақ келген. Дәл орталарынан белгілеп алдық. Енді осыны мынау үстіңгі бойға бір-біріне қондырамыз. Ол үшін екі шетін алып аламыз. Бірінші екі шетін инемен қыстырып шығамыз. Екі шетін қыстырып алдық. Енді мынау артқы ортасын. Осы аралықтардың бәрін инемен қыстырып шығамыз. Мына сборкаларымызды әдемілеп жайып отырып қыстырып шығамыз. Мен айналдырып, инелермен қыстырып шықтым. Енді осыны айналдырып тігіп шығамын 1 сантиметрден. Сосын тігіп шыққаннан кейін осы жерді айналдырып оберлоктап аламын. Міне біз белін обработкасын жасап алдық. Оберлоктап алдым, тігіп алдым. Енді етегіне бірінші оберлоктап аламын, айналдырып етегін оберлоктап аламын. Одан кейін қанша қайырғыларыңыз келеді, сіздер қалың қайырғыңыз келсе, қалыңдау 2 сантиметр немесе мен сияқты 1 сантиметрден қайырсаңыздар болады. Мен 1 сантиметр қайырам. Немесе оберлоктамайтын болсаңыз, осыны 1 сантиметр 0,5-ті бүйтіп екіге бүктеп қайырсаңыз болады. Етегі ғана қалды. Дайын болды. Мұны артында замогы. Белі осылай, астарын осылай қайырдым. Астыңғы жағын